Анджелина Джоли өзінің екінші жүктілігінде эко арқылы дүниеге Нокс Вивен есімді егіздерді алып келген. Бұл жаңалық әлем жұртшылығын біраз дүркіреткен болады. Дженнифер Лопес те Макс пен Эмми есімді екі баласын дүниеге әкелуде экоға жүгінген. Әншінің бұдан бұрынғы талпыныстары сәтсіз аяқталған болады. Экоға жүгінген Мерайя Кери үшін жүктілік кезеңі өте ауыр өткеніне қарамастан, екі баланы дүниеге әкелгелі бері өте бақытты. Балалары оған бұрын соңды сезінбеген әсер сыйлаған. Селин Дион ұзақ уақыт бала сүйе алмаса да еш мойымаған. Тіптен дәрігердің болмайдысына қарамастан тырысып, дәрігердің айтқандарын екетпей істеп 42 жасында егіз баланың анасы атанды. Селин өзінің бірбеткейлігінің арқасында дегеніне жеткен. Актриса Джулия Робертс 2002 жылы Дэнни Модерға тұрмысқа шығып, кейіннен екі баланы дүниеге әкелген. Алайда Модермен жұптары жарыспаса да, Джулияның жанында Хейзл есімді қызы мен Финеус есімді ұлы бар.